Бүгін сіздермен мынау ағылшын тіліндегі зат есімдер және зат есімдердің көпше түрі туралы сөйлескім келіп тұр. Енді көпшілігіңіз білесіздер деп ойлаймын, ағылшын тілінде сіз мектепте де оны үйрендіңіз. Бір заттан көп зат жасау үшін сіз s деген нәрсені қоюыңыз керек. S деген жалғауды жалғауыңыз керек. Nouns дегендегі зат деген noun, nouns деген зат есімдер деген сияқты мағынаны білдіреді ғой. Жалпы ереже есебінде сіздер осы зат есімнің көпше түрі жөнінде айтқан кезде просто s-ті немесе es-ті жалғауыңыз керек. Олардың es-тің жалғанатын кездерін мен сізге қазір сабақтың тесттің барысында қосымша айтатын боламын. Оған дейін кеттік. Қараңыз. Өткенде айттым, ағылшын тілі бір несіз, исключениесіз өмір сүре алмайтын тіл болғаннан кейін барып, сразу мына жерде тесттердің іші исключениеден басталып жатыр. Қазір қосайын мына кісілерді. Қараңыз, мына жерде исключение. Бірден солар берілген. Маус деген сөз, тышқан деген сөздің көпше түрі mice болады. Ол біріншісі. Тіс деген сөздікі tooth болады. Не қойны? Plural forms деген тістші. Сонда алына өтір. Вика Оразбаева, микрофоныңызды өшіре салыңыз. Так, бұл жерде негізі ереже наутқылар ондай қатты көп емес, бірақ мен сіздерге кейбіреуін айтып өтейін. Тіс дегендікі tooth, teeth болады, бірінші нұсқаның екінші вариантында берілген сияқты. Одан кейін mouse деген сөздікі mice болады. Deer деген сөздер бар. Бұғы, moose деген сөз бар. Ол бұлан деген сияқты. Оларда еш нәрсе өзгермейді. Яғни moose, deer. Жекеше түрде де deer, көпше түрде де deer. Жекеше түрде де moose, көпше түрде де moose деген сияқты. Сосын child деген сөз бар, яғни бала, children деген сияқты, goose, geese деген сияқты. Енді бұл айта берсеңіз келе береді. Бірақ негізгілерінің қатарында осылар бар. Көбінесе тестте кездесетінде осылар. Енді мына жерден мынандай мәселе. Do, clean, their бір нәрсе деп тұр. Біріншісінде бізде тышқан деп тұр, екіншісінде тіс деп тұр. Примерно тышқандар тістерін тазалай ма деген сияқты сұрақ болып тұр. Тістерін болу керек қой, тышқан бір тісін тазаламайды ғой, тістерін болады. Сол үшін мен тис болу керек. Екінші вариант обязательно. Значит, біріншісі C варианты, D варианты, E варианттары автоматически түсіп қалады. Менде қалғаны тек қана A немесе B. Mouse деген сөздің көпше түрі егер мен mice екенін білетін болсам, просто A вариантын белгілеймін де ары қарай кете беремін болды. Chicago. Мынау сөз Chicago деп жазылады, бірақ сіздер біліп жүріңіздер, бұл айтылған кезде Chicago деп айтылады. Яғни недегі Америкадағы бір қалалардың біреуі Чикаго деп, енді орыс тілінде қазақ тілінде Чикаго дейді, ағылшын тіліндегі айтылымында Chicago деп айтылады. As busy. Бір нәрсе. Яғни оның busy деген бос емес, занятой деген мағынаны білдіреді. Street and highways. Яғни оның бір көшесі емес, оның көшелері мен highway деген ол трассалары, шосселері, магистральдары деген мағынаны білдіреді. Оның көшелері мен шосселері әрқашан қалай айтсам толы деген сияқты мағынада ғой. Енді бұл жерде неме алған кезде, мағыналай алған кезде, оның қолы бос емес деп айта алмаймыз. Сонда мына жерде ешқандай қиындығы жоқ негізі. Street, highways екеуінде көпше түрін талдауымыз керек. Сізде бағанағы жалпылама. Кеше біз просто 35 тарелка шарпағымыз ғой, бүгін 34. Кажется, маған айтады бар? Так, сонда жаңағы жалпылама ереже есебінде street деген көше оған S жалғаймын, highway деген ол шоссе оған S жалғаймын. Маған келетін варианты A. Мынау екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі, алтыншылар келмейді. Потому что жоқ өтірік алдаймын.
C вариантта келеді, мына жерде просто опечатка болып кеткен шығар. Streets, highways екеуі бірдей болып тұр ғой, A мен C. Бірақ сіздер сол біреуін белгілесеңіздер болады. Мына жерде опечатка есебінде екеуі бірдей болып кеткен. Мына жерде бір әріп қалып кеткен сияқты соған қарағанда. Так, ары қарай кеттік. Find the noun only used in singular forms дейді. Яғни жекеше түрде ғана қолданылатын зат есімді тап деп тұр. Жекеше түрде ғана қолданылатын. Кеше айттым, жекеше түрде ғана қолданылатын зат есімдер, олар тек қана саналмайтын зат есімдер. Мына жерде сіз water деген сөз бірінші класстың баласы да біледі. Ол не екенін, су екенін, судың саналмайтынын біледі. Сіз соны белгілесте кете бересіз. Dress деген көйлек, agent деген агент, chair деген орындық, cup деген чашка. Олардың барлығы жекеше түрде ғана емес, көпше түрде де кездеседі. Ары қарай кеттік. Peter has two. Бағана айттым, бала деген child деген сөздің көпше түрі children. Ары қарай кете береміз. Choose the correct plural form. Яғни дұрыс көпше түрді таңда деп тұр. Мынау исключение қайтадан. Ox деген сөз, ол бұқа деген мағынаны білдіреді. Ox деген сөздің көпше түрі oxen. Мынау болады. Oxes, oxers болмайды, oxen, oxen болады. Бұл да исключение есебінде просто. How many бір нәрсе, have to бір нәрсе got дейді. Әйелдер деп тұр, еркектер деп тұр ғой примерно. Әйелдер болатын болса, бізде F кеп бітетін немесе F иға бітетін зат есімдер көпше түрге айналған кезде менде ол VES-ке айналып кетеді. Яғни wife, wives, knife, knives, leaf, leaves деген сияқты. Мына жерде тура солайынан. Үшінші C варианты, D варианты, E варианттар маған келмейді, потому что ол F күйінше қалдырып тұр. Маған келетіні wives, біріншісі мен екіншісі примерно келіп тұр. Бірақ екінші несіне қараймыз? Сөзге қараймыз. Man и man деп тұр. Менде two деп тұр ғана жерде. Екі еркектің қанша әйелі бар деп сұрап тұрды. Сол кезде екі еркек болған кейін, онда еркек деген сөзінде көпше түрін қойылғаны керек. Ал ер адамның көпше түрі ол man болады. Сонда маған керек варианты мынау A варианты. Осы жерде мынандай мәселе айтып өтейін. Кейбір адамдар бүйтіп түсінеді. Man деген сөзді көпше түрінде man деп айтады. Бірақ policeman деген сөзді көпше түрге айналды десең, ол policemans деп айтып жүреді. Немесе fireman деген сөзді көпше түрге айналды десең, олар firemans деп жібереді. Man деген сөз соңында келетін болса, ол көпше түрге айналған кезде fireman, policeman деген сияқты формада кездеседі. Соны естеріңізден шығармаңыздар. Ары қарай кеттік. Choose the correct plural form, яғни қайтадан plural деген сөз, plural деген сөз, ол көпше түрлі формадағы деген сөз. Ал singular деген сөз, ол сізде жекеше түр деген сөз. Яғни Beyoncé'тың әні бар ғой, our single ladies деген араларыңызда қыздар осылайында естіген шығарсыз ғой енді. Single деген сөз ол жеке, жалғыз деген мағынаны білдіреді, бос деген мағынаны білдіреді, яғни біреу. Ал plural деген ол сізде көп, деген мағынаны білдіреді. Сонда the government is doing nothing to help деп тұр. Бұл жерде мынандай мәселе. Poors, the poors, poor, the poor, a poor people деп тұр. Мына жерде сіз жинақтау мағынасында the деген артиклді қолдану арқылы одан кейінгі келетін зат есімді жекеше түрде қалдырып жинақтау мағынасында айтсаңыз болады. Яғни мен айтқым келіп тұрғаны бұл ненің сұрақтың жауабы D варианты болады. Бұл жерде бір қалай айтсам категория есебінде бөліп тұрды. Мына жерде мысалға былай тұр. Мемлекет, government деген енді айтсам сізге. Государство, мемлекет is doing nothing to help the poor. Яғни мемлекет кедейлерге көмектесу үшін еш нәрсе істеп жатқан жоқ деген сөйлем шығып тұр. Енді кедейлер деген бір класс қой, бір бөлік, қоғамның бір бөлік есебінде.
сол бөлікті бөліп айтқан кезде осылайынан сіз алдына z деген артикльді қойып, одан кейінгі затқа, одан кейінгі келетін сөзге ешқандай көпше түрді жалғамай қойсаңыздар болады. Сондықтан мына вариант таңдаймын, ары қарай кете беремін. Choose the correct plural form. Қайтадан көпше түрдегі дұрысын таңдаймын. When he fell over, he broke off his бір нәрсе дейді. Бағанағы to деп тұр бұл жерде, иә, to деп тұр. Значит, көпше түрі болу керек. Тіс деген сөздің көпше түрі, бағана айттым, ол teeth, яғни A варианты. Адамдар әлі қосылып отыр, қазір қосып жүре сайын. Так, келесі. There were many бір нәрсе in the park. Өткенде мен сіздерге мынандай There is, there деген конструкцияны үйреткем. There is, there деген конструкция, ол тек қана осы шақта қолданылмайды. Ол өткен шақта, келер шақта айтсам болады. Мысалға, there is a book on the table деп айтқан өткенде, иә? Столдың үстінде кітап бар деп. Ал енді столдың үстінде кітап болған деп айтқым келетін болса, there was a book on the table. Яғни to be-ді өзгерте беремін. To be-ді осы жаққа қойсам, осы жақ, өткен жақ қойсам, өткен жаққа өзгере береді. Ал енді мен келер жақта мына столдың үстінде ертең кітап болады деп айтатын болсам, there will be a book on the table tomorrow деп айтсам болады. Яғни мына жерде сол there were деген қайдан шықты деген нәрсеге байланысты айтып отыр. Яғни көпше түрде қазір енді соны мен айтуым керек. Бағана айттым, dear деген сөз, бұғы, dear деген сөз. Бұл dear деп оқылмайды. Dear деген ол қымбаттым деген сөз, дорогой деген сөз. Мынау сөздің оқылуы ол dear. Dear деген сөз жекеше түрде де, көпше түрде де, яғни бір штук болса да, 100 штук болса да, ол dear күйінше қалады. Сондықтан мен D вариантын аламын, иә? Dear, мус деген сияқты сөздер бар. Бағанағы бұқаны да есіңізге түсірсеңіз болады. Өзіңізден қазір сұраңызшы, бұқа деген жекеше түрі мен көпше түрі қалай еді деп. Маған жауап берудің қажеті жоқ. Өзіңіз соны миыңызды айналдырып отырыңыз. Осылармен салыстырмалы түрде есіңізде жақсырақ қалады. Так, ары қарай. The plural form of sheep дейді, иә? Қойда тура солайынан. Dear, мус, sheep. Яғни мынау жекеше түрдегі sheep деген сөз көпше түрде sheep болып қалады. Енді бұл жерде мынандай қосымша тағы мынандай нәрсе айтып кетейін. Ағылшын тілінде кеме деген сөз бар, ship. Ол да үстінде жазылып тұр, оны бірінші A вариантында. Ship. Ол айтылған кезде қысқа түрде айтылады, ship деп. Ал мынау қой деген сөз, ол sheep. Яғни и деген әрпіңізді, и деген дыбысыңызды кішкене созып айтуыңыз керек. Сол кезде ол сөздердің екеуінің айырмашылығы байқалады. Айтпесе, sheep деп екеуін бірдей айта беретін болсақ, онда сізді не кемені айтып жатыр ма, әлде қойды айтып жатыр ма дегенді түсінбей қалуы мүмкін. Енді әрине контекстке байланысты ұғуы мүмкін, бірақ екеуі бір жерде келіп қалатын болса, онда түсінбеуі мүмкін. Так, ары қарай. There are 2 cups of дейді. Кеше бұл сұрақ кездескен, негізі, бұл сұрақты кеше көрген адамдарға мынау сөз екенін айтқан болатын. Кофе деген сөз саналмайды, оның көпше түрі жоқ. You can see so many бір нәрсе, бағана бұл сөзді айттым. Goose деген сөз көпше түрде geese, яғни қаз деген сөз goose, қаздар деген сөз ол geese. Бұл да ережеден алып. Осы тақырып ол міндетті түрде сізде магистратураның тестінің ішінде келеді. Сондықтан ағылшын тіліндегі зат есімдердің көпше түрінің жасалуындағы исключенияларды, оларды да сізге жаттап алу керек. Просто жаттау керек. Қазір жаттамасаңыз да күнделікті соларға 5 минут уақытыңызды арнап көзіңізбен қарап отырыңызшы. Біреулер аудиалдар болады, құлағымен жақсы жаттайды, біреулер визуалдар болады, көзбен жақсы жаттайды, біреулер кинестеттер болады. Сипап сезу арқылы, ұстап көру арқылы есінде көбірек қалатын адамдар болады. Сол сияқты сіздің де мүмкін сол жаңағы жаттауларыңызды қолыңыздан келмей жататын болса, онда просто қарап жүріңіз күнделікті. Сол кезде тестке барған кезде примерно картинка көзіңіздің алдында келеді. Бірақ
сіз қаншалықты өзіңіздің қабылдау механизмдеріңізді жұмсайтын, қолданатын болсаңыз, соншалықты сізге жеңілірек болады. Мысалға, қолыңызда лимон тұрды, лимон тұр. Лимонды көзіңізбен көріп тұрсыз, мұрныңызбен иісін сезіп тұрсыз, аузыңызға салып дәмін сездіңіз, оны қысып атқан кезде, сығып атқан кезде қандай дыбыс шығатынын естідіңіз, сонда сіз 5 түрлі өзіңіздің қабылдау механизмдерінің барлығын қолданған кезде, лимон деген нәрсе ешқашан сіздің есіңізден шықпайды. Енді бұл сізге қарапайым мысал есебінде айтып отырмын. Тура сол сияқты сіз ағылшын тіліндегі бір сөзді немесе ұғымды есіңізде сақтап қалғыңыз келетін болса, осындай барлық өзіңіздің рецепторларыңызды жұмыс жасатсаңыз, сізге жеңілірек болады. Кейін қайта жаңғыртуға есіңізге түсіруге. Так, 13-ші сұрақ. Choose the correct plural form, яғни қайтадан көпше түрді таңдау керек. I'd like to бір нәрсе please дейді. Яғни маған 2 бір нәрсе өтінемін деп тұр. Bottles of lemonade, bottle of lemonade, bottles of lemonade, bottles of lemonade дейді. Лимонад деген сөз саналмайды. Значит, мен последний вариантты сызып тастасам сразу. Lemonade дегенді кетіп қалады. Менде қалды A, B, C варианттары. To дегеннен кейін менде көпше түрі болу керек қой. 2 деп тұр ғой. Себебі ағылшын тілінде постоянно бір-бірімен сәйкес жүреді. 2 болатын болса, значит, көпше түрі болады. Одан кейінгі заттың, значит, менде B варианты түсіп қалады. To bottle болмайды. Или менде енді қалды A варианты, bottles, или C варианты, bottles. Bottle деген сөздің жазылуында сіз білетін болсаңыз, онда ол A варианты екенін белгілейсіз. Потому что C варианты дұрыс жазылмаған. Сол үшін ғана қате. Ары қарай. My grandfather is shepherd. Shepherd деген сөз, мүмкін біреулеріңіз сұрайтын шығарсыздар, не ол деген сияқты. Shepherd деген ол бақташы, шопан деген мағынаны білдіреді. Шопан деген кейбірінше бақташы, мал бағатын адам. Потому что мына жерде мысалында әртүрлі жануарлар. He has a lot of бір нәрсе, енді бір нәрсе деп тұр. Яғни, менің атам бақташы, мал бағатын кісі, оның көптеген нелері бар. Sheep деген сөзді біз көпше түрінде sheep деген айттық. Сондықтан B және D варианттары түсіп қалады. Автоматически қалды менде A варианты мен C варианты. Sheep келеді. Cows, cows. Оның көптеген сиырлары, oxen деген бұқалары, horses деген бізде аттары бар. Сонда C вариантын белгілеймін. Не үшін A вариантын белгілемей, потому что cow деген жекеше түрде тұр, ox деген жекеше түрде тұр, а менде сұрап отқаны a lot of деп тұр, көптеген деп тұр. Ал екеуін бір-біріне сәйкес болу үшін, значит, менің зат есімімде көптік формада, яғни көпше түрде болуы керек. Мынау біріншісі ережені алып қою, sheep, жекеше түрде де, көпше түрде де. Cow деген сөз ол кәдімгі қалыпты жағдайдағы эш жалғанатын кезі. Oxen деген ол қайтадан ережеден алып қою. Ox деген сөздің көпше түрі, яғни бұқаның. Horse деген сөз ол эш жалған түр, кәдімгі өзіміздің қалыпты жағдайдағы сөз. Жақсы, мен айтып жатырмын. Айтып жатқан әңгімем түсінікті болып отыр ма? Кімге қалай не жазып алып жатыр? Бір чатқа жазсаңыздар, мен көрейін. Так, әрине осылдық қой дейді. Так, өзім логинмен кіріп белгілеп отырмын. Кайф деген кім? Атыңыз кім сіздің? Бізде оқыған студентіңіз?
Атыңыз кім мынау? Атыңызды кәдімгідей ХТПРС барада деп жазып қойыпсыз ғой. Наш сөзі орнымен қолдана берсек. Жақсы. Сіздің студент деген кісі атыңыз жазып жіберсеңізші маған. Так, ары қарай кеттік. The singular noun is дейді. Жекеше түрдегі сөз табуымыз керек болып тұр. Tis деген, tus деген сөздің көпше түрі, man деген мәндікі, goose деген жекеше түрі. Осын белгілеймін, ары кетерім. Потому что goose-тың көпше түрі gis болады. Oxen деген ол көпше түрі. Боққалар болған, иә? Сондықтан оларды қалдырып кетемін де, ары қарай кете беремін. Goose деген қаздар, яғни қаз кезінде. Ары қарай кеттік. Choose the correct plural form. Көпше түрдің дұрысын табыңыз. Did you see the new бір нәрсе дейді. Бұл жерде мына белгілеймін. Оны просто фото сөз жаттап алсаңызшы болды. Басқа ешнәрсе керек емес, миыңызды ашып қойыңыз. Фото бір, фотос ол көпше түрі. Бұл да ереженің ауытқу есебінде қазір келеміз бұған. Қайтып тоқталатын болады. His дейді. Are always interesting. Мен сіздерге мынандай нәрсе түсіндіре салайын қазір енді. Қараңыз. Жазып. Так, менде жалпы негізі просто эш салғанады. Дұрыс па көпше түр жасаған кезде? Бірақ кейбір кездері менің зат есіме ес жалғануы мүмкін. Ол қандай жағдайлар? Ол менің сөзім double S кеп бітсе, SH қап бітсе, CH қап бітсе, O қап бітсе, Y қап бітсе, не бар тағы да? SH, O, Y қап бітсе. Бака болса да айта берейін. Мысалға, boss деген сөз бар. Оған еш жалғайым. Тең болады bosses. Brush деген сөз бар. Оған еш жалғаймын. Просто еш жалғаймын. Не үшін еш жалғаймын? Потому что boss деген сөзге тағы бір еш жалғасам, сонда менде үш жұмыс болып кетеді да. Онда маған керек. Сонда менде brush деген сөз ол щетка деген мағынаны береді. Toothbrush, hairbrush, тарақ деген сияқты, иә. Toilet brush деген сияқты сөздер бар. Бұл менде болады brushes. CH-қа байланысты сөз бар. CH-қа байланысты сөз. Мен бұл конференцияны өзіме видеозапись есебінде жазып отырмын, иә. Сондықтан қазір біріншісі біткен кезде, екіншісіне примерно 5 минуттан кейін көріңіздер, потому что скачать етіп, сохранить ету керек, яғни сақталу керек. CH-ға байланысты менде болады bench деген сөз бар. Bench деген сөз скамейка деген мағынаны білдіреді. Ол тең болады менде benches. O-ға байланысты potato. Оған қосамын есті болады potatoes болады ол. Сіздердің тілдерін реткен кезде. Potatoes. Сосын Y деген сөз, ол постоянно өзгере бермейді. Қараңыз. Мынандай сөз бар, иә? И мынандай сөз бар. Вроде бы екеуі де city-да, boy-да, Y-ға бітіп тұр. Бірақ city-ға мен почему-то es қосам да, оны айналдырып жіберем cities-ға. Бірақ boy деген сөзге es қосамайым, оған s қосам да, ол маған болады boys. Не үшін етем? Потому что Y деген сөз қазақ тіліндегі U деген дыбыс сияқты, ол дауысты да, дауыссыз да бола береді. Ал ол егер өзі дауыссыздан кейін келетін болса, өзі дауысты болады. Өзі дауысты болған кезде, оған жалғанатын нәрселер оны айға айналдырып жібереді.
Ал мына жерде ол дауыссыз болған кезде оған s-ті жалғай беремін, проблема жоқ. Енді жаңа менде мынандай сөз болды, фото деген. Фото, фото ғой енді ағылшынша айтқан кезде. Оған мен es жалғауым керек еді, по идее, заң бойынша. Бірақ бұл исключение есебінде менде бағанағыдай фотос болып қала береді. Болды. Мына жерге бәрін жазсаң, шақыр жазым ғой. Their moose sheep. Their бұғы, moose бұлан деген бұғының үлкен түрі, sheep деген қой. Сосын бұдан басқа бағанағы shelf деп айтайыншы, F кепсе VS қайналып кетеді. Мысалы, wolf болатын болса, ол wolves болып кетеді. Knife болатын болса, мысалға F немесе FI дедім ғой, knives болып кетеді. Деген сияқты. Одан кейінгі категорияда менде мынандай сөздер болады. Постоянно тек қана көпше түрде жүреді. Мысалға scissors. Scissors деп жазылады, бірақ scissors деп оқылады. Ол менде қайшы деген мағынаны береді. Орыс тілінде ножницы, дұрыс па? Ножницы. Ол ағылшын тілінде де сол ножницы сияқты көпше түрде жазылады. Бұл сөздердің жекеше түрі жоқ. Мысалға sandals деген сөз бар. Білмеймін, там jeans деген сөз бар. Бұл сөздердің барлығы тек қана көпше түрде жүреді, жекеше түрде жүрмейді. Бағана сабақтың бас жағында тек қана жекеше түрде жүретін сөздер тап деген кезде біз саналмайтын зат есімдерді жаздық қой. Ал бұл жерде сіз қосарланып жүретін, постоянно бірге жүретін нелерді, зат есімдерді жазасыз. Ол мынау шалбарларыңыз, аяқ киімдеріңіз, пижама деген сияқты сөздердің барлығы солайынан сізде көпше түрде жүреді. Сосын бұдан басқа мынандай несі бар, категориясы бар. Қазір. Біріншісі просто S жалғана отыр, екіншісі ES жалғана отыр, үшіншісінде еш нәрсе өзгеріп отқан жоқ, төртіншісінде VES жалғана отыр, бесіншісінде тек қана көпше тұр, и алтыншысы ол мынау сияқты сөздер. Child, mouse, mice, сосын teeth, boots, these деген сияқты сөздер сіздерде осылай кездесе береді. Осындай под категорияға өзіңізге бөліп алатын болсаңыз, сол сізге ертең пайдасын береді деп есептеймін. Примерно зат есімнің көпше түрі туралы айтқан кезде осындай заттарды білуіңіз керек. Просто қалыпты жағдайда ол сізге 90% случайда S жалғанады, немесе ES жалғанады. Одан кейін еш нәрсе өзгермейтін түрлері бар, жекеше түрде, көпше түрде. F немесе FI-ға бітетін болса, VES-ке алып кететін түрлері бар. Одан кейін сізде тек қана көпше түрде жүретін түрлері бар. Және ең соңғысы ол сізде ережеден алып қалар. Түбірі толығымен өзгеріп кететін зат есімдер. Түсіндіре алдым ба осы жерге дейін? Шелфтың қазақшасы қалай еді? Шелфтың қазақшасы сөре, полка. Так. Я студент деген кісі сөзге атын жазбақ мына жерде. Бізде оқып жатқан студенттер,
Сізге бағана біздің телеграмда да жаздым, қателеспесем, таңертең, иә. Сізге берілген логин, ол тек қана сізге берілген логин. Сіз бір өзіңіз немесе 4-5 адам болып біздің курсты сатып алып, олай қолдануыңызға болмайды. Егер біздің тарапымыздан IP адрестеріңіз бойынша әртүрлі бір уақытта бірнеше адам кіріп отқанын көретін болсақ, онда сіздерді автоматически удалить етемізді, төлеген ақшаларыңызды қайтара алмаймыз өкінішке орай, және логинді блокировать етіп тастаймыз. Сол нәрсені ескеріңіздер, иә. Келешекте де біздің студентіміз болатын адамдарға да құлақтарыңызға алтын сырға, бұл потому что біздің авторский правомызды бұзатын мәселелер. Тіпті соттауға дейін апаруға болады. Енді бірақ көбінесе біз қазақшылыққа салынып ондай нәрсеге бармаймыз, бірақ бұл кәдімгідей қол сұғушылық деп есептейміз, сондай жасамайсыздар деп ойлаймын. Так, ары қарай кеттік. 2 минут уақыт қалған екен. Мына жерде жаңағы CH-қа бітіп тұр ғой. Сол CH-қа бітіп тұрғаны үшін оған ES жалғаймын. Не істемей алдым? Көрініп тұр ма барлығы? Жақсы, көрініп тұрған сияқты. Өз қатқан екен ғой. 1 минуттан аз уақыт қалды. Ержан мырза. Жаңа қайтадан ауысып қоясыз ба? Жаңа тестке. Бастан бастап кетті. Ой, кешіріңіз. Оның несі түсініксіз болып еді? Просто ана жерде сіз берген вариант пен соның астында вариант екеуінің айырмашылығы тек қана бір е әрпіне болды да, соны қайсысы дұрыс екенін білейін деген ғой. Негізгі сөздің бастапқы формасы қандай? Түбірі деп. Мынау конференцияны аяқтай салайын қазір. Бір 4-5 минуттың көлемінде кіре беріңіздер қайтып. Соны қайтып сол жерден бастап қалсаңыз онда.